Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода бакинская пахлава деп аталатын, жаңғақтары мол болып шығатын Әзербайжан тәттісін дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмсақ үй температурасындағы сары майымызды алып, күрекшенің көмегімен еземіз. Үстіне 3 жұмыртқаның сарыуызын саламыз. Қаймағымызды да салып, осы үшін жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін електен өткізілген ұн мен қопсытқышымызды салып араластырамыз. Ұнды аз-аздан сала отырып, қамырымызды тез-тез илеуіміз керек. Өйткені қолымыздың жылуынан қамырдың құрамындағы май еріп кетпеу керек. Қамырымыз дайын болды, 1 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Жаңғақтарымызды тазартып алып, ұсақтап аламыз. Енді салмамызды жасаймыз. Ыдысымызға жұмыртқаның ақуызын саламыз. Үстіне аз-аздан қант қосып отырып, аппақ болып көпіріп, крем сияқты болғанша миксермен араластырамыз. Қантты бірден емес, жай-жай біртіндеп қосып миксермен араластырамыз. Дайын болғаннан кейін жаңғақтарымызды салып, біркелкі етіп араластырамыз. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, 4-ке бөлеміз. 2 үлкен, 2 кішкентай болу керек. 2 үлкен бөлік, біреуі астына, екіншісі ең үстіне салынады, қойылады. Бір бөлігін осылай алып, жайып, 4 бұрышты етіп жаямыз. Формамызға қоямыз. Салмамызды 4-ке бөліп, бір бөлігін салып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Қалған 3 бөлікті де осылай кезекпе-кезек етіп жайып, арасына салмамызды салып, жағып шығамыз. Ең соңғы 4-ші қамырымызды да жайып, қолымызбен жан-жағын қайтарып шығамыз. Алып қойған 1 жұмыртқаның сарыуызын бетіне жағып шығамыз. Кейін пышақпен қатты баспай, жай ғана сызықтар жасаймыз, кеспейміз. Бір жаңғақты ортадан 2-ке бөліп, үстіне қойып басып шығамыз. Пахлаваларымыз піскеннен кейін осы сызықтардың үстінен қайтадан пышақпен кесіп шығамыз. Сироп үшін 10 ас қасық бал және 1,5 стакан жылы су, осы екеуін жақсылап араластырып, пахлава піскеннен кейін үстіне қойып шығамыз. Сиропты құйғаннан кейін пахлаваларымызды қайтадан 5 минутқа қызып тұрған пешке қойып аламыз. Пеште 5 минут ұстағаннан кейін пахлаваларды 8-10 сағаттай суыту керек. Міне, дайын болды. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.